сағат 4-те ораламыз деген осы жердегі ұйымдастырушылар. Дегенмен біз Нұриддин Шаймерден жайлы кішігірім ақпараттар іздестіретін боламыз. Әділет Ахметғали қарсыласының жылдам қарқын алуына мұрсат беріп қойды. Бардабаев Микан болса мейлінше бар мүмкіндігін салып, бар күшін салып алған тұлда. Міне Жапа Тармағай және ұпай тамаша орын алу керек болған, бірақ кімге? Қарсы әдіске хало береді ме? Әлде Юмбош берді Бардабаевқа. Түркмендер халал сұрауда. Міне айқай шуға басты. Негізі қос иығын көтеріп үлгерген Әділет Ахметғали бірінші әдіс жасады. Бардабаев Микан жай ғана үстіне жалп етіп түскеніне ұпай алып отыр. Оның үстіне халал сұрайды түркмендер. Нағыз түсініспеушілік пен келіспеушіліктің басы осы болмақ. Ештеңе жасаған жоқ қой бұл тұста. Мысалы Бардабаевтың тарапынан ешқандай әдіс орын алмады қарсы. Жай ғана асыра шалған, асыра лақтырған Әділет Ахметғали әдісін соңына дейін жеткізе алмады. Судьи пересматривают видеозапись. Қазір енді қайталау қаралып болғаннан кейін бәрімізге түсінікті болады. Бәлкім Бардабаевтың ұпайды алып тастайтын шығар. Өйткені Бардабаевтың қарсы әрекет болған жоқ. Әуеде қалқи тұрғанымен қол аяғы сол күйі әуеде қалқып ештеңе жасай алмады. Және